Құрметті әлеуметтік желіні пайдаланушылар, алдымен баршаңызға ассалаумағалейкум демекпін. Бүгін Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығы жаңа жобаны бастағалы отыр. Жаңа жобамыз орта ғасырлық Сарайшық әлемдік карталарда деп аталады. Өздеріңізге белгілі, карта бұл тарихта болған халықтың, мемлекеттің айқын дерегі. Орта ғасырлық Сарайшықтың негізін атақты Шыңғыс ханның немересі Батухан қалаған болатын. Міне, содан кейін ол Алтын Орданың, Қалың Ноғайлы елінің, Қазақ хандығының астанасы болды. 14 ғасырдың алғашқы жартысында Сарайшыққа арабтың саяхатшысы белгілі Ибн Батута келген болатын. Міне, осы Ибн Батутадан кейін Сарайшықтың атағы әлемге тарады. 15 ғасырдан бастап карталарға түсе бастады. Бүгінгі жобада біз 9 картаны сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Соның 8-і орта ғасырлық карталар, біреуі 19 ғасырдың екінші жартысындағы Алексеевтің топографиялық сызбасы. Карталармен танысып, бізбен ой бөлісіңіздер, тың ақпарат беріңіздер. Біз ұсыныстарды қабылдауға әзірміз. Рахмет. Қайырлы күн, менің есімім Байғалиев Жүніс Рүстемұлы, Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорығының инспекторымын. Бүгінгі бейнероликте көретіндеріңіз картограф Фра Маура және оның 1459 жылы сызылған картасы туралы болмақ. Венециялық монах картограф Фра Маура 1385 жылы дүниеге келген. Фра Маура орта ғасырдың көрнекті ғалымдарының бірі. Гумболдтың анықтамасы бойынша венециандық ғалым дерлік өлшенбейтін эрудиция иесі болған. Камалдаул орденінің монахы, ол өзін картографияға арнады. Өйткені Құдай жаратқан жерді ең болмағанда адамдар жақсы түсінуі керек деп санаған. Қазір сіздердің назарларыңызда экранда атақты картографтың 1459 жылы жасаған әлем картасы тұрыпты. Оның формасы дөңгелек пішінде, диаметрі 2 метр шамасында пергаментке салынған. Картаның 2 данасы дайындалған, оның бірі Венецияда сақтаулы болса, екіншісі Португал королі Афонс Бестің тапсырмасы бойынша жасалады. Бірақ екінші карта кейін жоғалып кетеді. 1804 жылы ағылшын картографы Уильям Фрейзер пергаментке картаның көшірме нұсқасын кері салып шықты. Қазіргі күнде көшірме карта Лондондағы Британ кітапханасында сақтаулы. Фра Маураның әлем картасы венециялық дворяндарға қатты әсер етті. Сондықтан ол республиканың ең құнды қазынасы деп жарияланды. Атақты картамен жұмыстың аяқталуына орай Венеция республикасы картографтың құрметіне Фра Маура теңдессіз космограф деген жазуы бар медальді нақыштау туралы қаулы шығарды. Фра Маура планисфера Фра Маура деп аталатын көптеген болашақ ұрпақтарға қызмет еткен әлем картасын жасаған болып табылады. Картада Алтын Орда аумағы жақсы сипатталған. Оның ішінде сол кездегі қалалар мен мекендердің атаулары берілген. Каспий теңізіне құятын Жайық пен Еділ өзендері бейнеленген. Сарайшық қаласының атауы жазылмаса да, қамалы мен мұнаралары да бар қала суреті Жайықтың сол жағалауында салынған. Әр мұнара Сепултура империкал немесе императорлар зияраты деп белгіленген. Фра Маура картаны дайындау барысында өзіне дейінгі шыққан карталарды саяхатшылардың еңбектерін пайдаланған. Оның осындай картография ғылымына қосқан үлесі нәтижесінде замандастары оны теңдесі жоқ географ деп санады. Және шын мәнінде бұл ғалым монахтың жасаған әрекеті уақыты келе ұлы географиялық ашылулар дәуіріне үлкен серпін берді. Осымен біздің бүгінгі бейнеролигіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.